Мен Дидар Дәулетұлы және тақырып Look Like құрылымы. Біз осы Look Like құрылымын жалпы алғанда кез келген адамды немесе затты сипаттау үшін қолдана аламыз. Бірақ сипаттау тек заттың немесе адамның сыртқы бейнесіне қатысты болады. Мысалға, Сәги looks like Мәди. Сәги Мәдиге ұқсайды. Келесі мысалы, I look like my father. Мен өз әкеме ұқсаймын. Келесі мысалы, Who does she look like? She looks like her husband. Ол кімге ұқсайды? Ол өзінің күйеуіне ұқсайды. Ал осы look like құрылымының be like құрылымынан басты айырмашылығы неде? Оны келесі мысалдарды талдау барысында анықтайтын боламыз. Мысалға, be like құрылымымен жасалған сөйлем. Балуза is like Мерует. Балуза Мерует сияқты. Енді look like құрылымымен жасалған сөйлемге назар аударсақ. Балуза looks like Мерует. Балуза Меруетке ұқсайды. Be like құрылымы кезінде біз Балузаның Меруетке сырттай да, іштей де ұқсайтындығын меңзесек, look like құрылымында біз Балузаның тек сырттай ғана, тек сыртқы бейнесі ғана Меруетке ұқсайтындығын меңзейміз.